Кайырлы күн, құрметті шет тілдер және іскерлік карьера университетінің студенттері. Елімізде болып жатқан жағдайларға байланысты ең алдымен сіздерге денсаулық пен амандық тілей отырып, үйлеріңізде болуға шақырамын. Бұл үшін университет тарапынан қашықтықтан оқытудың барлық мүмкіндіктері жасалған. Осы сәтті пайдалана отырып, білімдеріңізді толықтырып, шыңдай беріңіздер деп айтқым келеді. Кафедраның оқытушы профессорлық құрамы әрқашан өз көмегін көрсетуге дайын. Мен сіздерге сәттілік тілеймін. Hürmetli şiddetli jana İskerlik Kariyer Üniversitesi studentleri. Yerimizde indeti koronavirüsü o avrunu aldın alу maksadında tutanşa жағдай buluyun soндықтан қашықтықтан оқыту режиміне күшімізге байланысты сабаққа дайынымызды онлайн жүйе өткізіп отырмыз. Бірақ sizde yer daim сапалы білім беру негізінде мақсадымыз. Сау болыңыз. Құрметті студенттер, елімізде қазір карантинге байланысты қиын жағдай туындаған кезде дамыған ақпараттық технологияларды білім беру процесінде тиімді пайдалану қажет. Осы мақсатта шет тілдер және іскерлік карьера университетінің ректоры доктор профессор Сабри Хизметли мырзаның басшылығымен университетіміздің профессор оқытушылар құрамы модул платформасы және Zoom программасы арқылы қашықтан оқыту жүйесімен онлайн түрде сіздерге сапалы білім беруде. Сіз жақындарыңыз үшін үйде болыңыз. Сапалы білім беруді мақсат еткен ШТКУ ректоры Сабри Хизметли мырза және университет ұжымы сіз толық білім алу мақсатында барлық мүмкіндікті пайдаланады. Біз біргеміз. ШТКУ-дың әкімшілік және профессор оқытушылар құрамы, құрметті студенттер, бүкіл дүние жүзін жайлаған індеттен құтылудың бірден бір жолы қашықтан білім беру. 2012 жылы қашықтан білім беру факультеті университетімізде ректорымыз Сабри Хизметлидің бастамасымен құрылған болатын. Қазіргі кезеңде біз осы факультеттің жемісін көрудеміз. Біздің мақсатымыз сапалы білім беру, саналы тәрбие беру. Құрметті студенттер, университет ректоры доктор профессор Сабри Хизметли сіздерге жолдаған үндеуінде былай деген еді. Өмір дегеніміз үйде болу. Өмір үйге сияды. Ендеше үйде болыңыз. Біз сіздермен біргеміз. Dear students of the University of Foreign Languages and Professional Career, during the pandemic you are not allowed to go outside and you have online classes. All materials are available on the online platform of our university. You can learn from home. I believe that COVID-19 will vanish and life get back to normal. Stay at home. We are together. Herkese merhaba. Ben Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi'nden Süheyla Dönmez. Bütün dünyanın dört duvar arasına hapsolduğu şu zamanlarda bile eğitimin ne kadar önemli ve gerekli olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle sizler için bütün ders materyallerini hazırladık. Herkes el birliğiyle çalıştı. Çünkü biz birgemiz. Biliyoruz ki bu zor günler geçecek ve diyoruz ki sevgili öğrencilerimiz evde kalın, uzaktan eğitim alın. أهلا وسهلا ومرحبا بكم طلاب السنة. في ظل الظروف التي تواجهها جمهوريتنا اليوم بسبب فيروس كورونا انتشر مصطلح التعليم عن البعد وأهميتها ليست جديدة لنا في جامعة اللغات الأجنبية والكفاءات المهنية حيث أنها تستخدم في جامعتنا منذ زمن للحصول على شهادة بكالوريوس في تخصصات مختلفة. Chers étudiants de l'Université des langues étrangères et de la carrière, nous sommes heureux que vous utilisez l'apprentissage à distance sans rompre avec le processus éducatif. Nous essayons de vous aider dans ce domaine. Restez à la maison, nous sommes avec vous. Біздің сүйікті альма-матердің студенттері мен магистранттары. Бүгін сіздерге біздің университет тұрғысынан қашықтан оқудың барлық жағдайлары жасалған. Біздің университеттің басшылығы және сонда қызмет ететін профессорлық және оқытушылар қауымы сіздердің үздіксіз білім алуларыңызға
үзбей оқуларыңызға, университеттің барлық техникалық ресурстарын пайдалануға жағдайларыңызды жасаған. Сондықтан да қазіргі кезде біздің шет тілдері және іскерлік карьера университеті сіздердің жақсы азамат болуларыңызға, білім алуларыңызға, білімдеріңізді үздіксіз дамытуға барлық жағдайды жасаған. Біз сіздерді жақсы көреміз, біз сіздермен біргеміз. Жақсы күндерде кездесуге бұйырсын. 大家好，我是外语职业大学的汉语老师阿赫丽玛。在这疫情肆虐全球的特殊时期，灾难无情，人间有爱。我们外语职业大学用远程教学，让你我在一起，并肩学习，努力进步，势在必行，加油吧，同学们！ армысыздар. Қазіргі таңда елімізді ғана емес бүкіл әлемді дүр сілкіндірген COVID-19 атты жұқпалы ауру індетіне байланысты елімізде төтенше жағдай жариялағаны баршамызға мәлім. Осы орайда Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі тарапынан еліміздегі барша жоғары оқу университеттері қашықтықтан білім беру жүйесіне көшкен еді. Осы орайда ұжымымыздың басшысы профессор, доктор, ректорымыз Сабри Хизметли мырзаның басқаруымен шет тілдер және іскерлік карьера университетінің профессор аға оқытушы құрамы өздерінің жаңа ғылыми ақпараттық технологияларды жақсы игеру нәтижесінде өздерінің білім беру жүйесін онлайн қашықтықта модуль платформасы арқылы жүзеге асыруда.